Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге задолженностьті қалай тексеру және оны қалай төлеу туралы көрсетіп айтқым келеді. Егер сізде счет ареста тұрса, яғни сіз мемлекетке белгілі бір мөлшерде қарыз болғандығыңызды білдіреді. Задолженность тексеру үшін сіздер Google Chrome'a кіресіздер, поисктан задолженность по налогам дегенді басасыздар. Мына жерде бірінші тұрған сведения об отсутствии налоговой задолженности дегенді басасыздар. Мынандай окошко шығады сіздер. Енді ин деп тұрған жерге өздеріңізге индеріңізді жазасыздар. Егер ИП болса сізде ин жазасыздар. Ал ТО болса, юрлица болса, бин жазасыздар. Енді мына жерде велосипедті көрсет деп тұр бізге. Робот екеніңізді дәлелдеу үшін автобус көрсетеді. Яғни робот дегенге галочка қойдыңыздар. Енді получить результат дегенді басасыздар. Енді міне сіздерде осындай окошко ашылады. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай пенсионка бойынша 38 000, задолженность, социальное медицинское страхование бойынша 15 000, социальное отчисление бойынша 8 000 теңге задолженность тұр. Основной задолженность пен пеняның суммасын білу үшін сіздер ары қарай подробныйын басасыздар. Міне сіздерде осылай шығады. Астына қарай түсіресіздер, тағы да подробный басасыздар. Енді сіздерде барлық сумма шықты. Қандай налог және қандай отчисление төлеу керек екен. Енді мұқият қараңыздар. Сіздерде қандай задолженность бар? Бірінші 101, 201 индивидуальный подоходный налог. Бұл индивидуальный подоходный налогты сіздер Каспи арқылы төлеулеріңізге де болады. Каспи приложениесіне кіресіздер. Мына жерде платежи дегенді басасыздар, все платежи дегенді басасыздар, штрафы налоги дегенді басасыздар, екінші тұрған налоги дегенді басасыздар, екінші тұрған долги по налогам дегенді басасыздар. Мына жерде өздеріңіздің индеріңізді тересіздер. Проверить дегенді басасыздар. Енді міне жаңағы сайтта сумма шықты. Оны төлеу үшін оплатить, яғни к оплате дегенді басасыздар. Все, төленді. Ал енді бізде пенсионка, социальное отчисление және медстрахование бойынша задолженностьті төлеу қалды. Ол үшін тағы да Каспиге кіресіздер, платежи дегенді басасыздар. Бірінші пенсионканы төлесек, яғни ол үшін штрафы налоги дегенді басасыздар, платежи для ИП дегенді басасыздар, обязательный пенсионный взнос дегенді басасыздар. Периодты таңдайсыздар. Бұл жерде негізі период қатты маңызды емес. Ең бастысы суммасын дұрыс жазуларыңыз керек. Және ин әрине. Төлейміз. Енді пенсионка бойынша пеня төлеу үшін сіздер жаңағыдай штрафы налоги деген кіресіздер, платежи для ИП деген кіресіздер, обязательный пенсионный взносы деген кіресіздер. Бұл жерде пеняны таңдайсыздар. Мен ин тердім, енді суммасын жазам пеняның. Енді оплатить дегенді басам. Бір тексеріп ал, содан кейін оплатить дегенді басам. Медстрахование мен социальное отчислениеді солай төлейсіздер. Енді медстрахование бойынша пеняны төлейміз. Ол үшін Каспиға кіреміз тағы да. Платежиді басасыздар, все платежи, штрафы, налоги, платежи для ИП. Үшінші тұрған отчисление на обязательное социальное медицинское страхование дегенді таңдайсыздар. Бұның ішінде біріншіден КМП 124, яғни пеняны таңдайсыздар. Енді периодты енгізесіздер. Мен декабрь 2022 жылды алдым. Суммасын жазасыздар. К оплате және оплатить. Болды.
Енді мен жаңа ғана барлық задолженностьтарды Каспимен төлеп шықтым. Енді ол дұрыс төленген бе жоқ па, оны тексеру үшін 2 минут өткеннен кейін сіздер жаңағы хромға кіріп, ең басында тергенде задолженность по налогам дегенді тересіздер, сведенияны басасыздар, мына жерге иіңізді тересіздер, егер ИП болса. Яғни робот дегенге галочка қоясыздар. Сіздерге соответствующий рисунокты таңдау керек. Мына жерде автомобильді таңдаңдар деп тұр. Таңдайсыздар, подтвердить басасыздар, получить результат дегенді басасыздар. Енді қарасаңыздар, сізде ешқандай задолженность жоқ. Яғни сіздер дұрыс төледіңіздер. Сонымен сіздерге мен жасаған видео пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.